Мен имамдыққа тұра аламын ба дейді Айзере. Күйеуім енді үйреніп жүр дейді. Болмайды саған. Итак үйде айғыр болып жүрсің, қой. Үйде командовать етіп жүрсің сен. Енді имамдыққа шықсаң, күйеуің вообще чума болады, қой. Білмесең де күйеуің алдына шығады. Сен жеке оқисың, күйеуің алдына шығып жүрме. Осы бетте шықсаң, соңғы саған сен үйретсең қазір имам болып, соңғы уже күйеуің артына тұрып, имамым менің дейді. Ойбай, страшный болады, қой. Тыныштық керек. Өз оқысын ол, сен әділін оқы. Олай болмайды. Әйел адам, қазақ айтады ғой, әйелді құрметтейміз біз. Бірақ қазақ айтады, байтал шауып бәйге алмайды дейді. Осы жердегі нақты сөз жаңағы әйелдің өзінің орны болу керек. Имам бола алмайды әйел. Даже әйелдердің өзі жиналып, 500 әйел жиналып, ішінен супер оқыған қыз, ұстаз шығып, имам бола алмайды. Барлығы білмей қойсын, әрқайсысы жеке-жеке оқиды. Неге? Өйткені жамағатты әйел адам, өзінің жамағатын, өзбек халқында ғой, жаңылмаса Матнай деп қояды, сондайлар болады өзінше алға шығып кеткен. Бізде Атнай деген жоқ, бізде Алтынайлар бар. Алтынай болып жүре берсін.